Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, Қазақ 24 каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, видеоролик астында подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Көп балалы отбасылар менен аналарға берілетін жәрдемақы 6,5%-ға өсті. 2025 жылдың басынан бері Қазақстанда 855 мыңнан астам отбасы көп балалы және де наградталған аналарға арналған мемлекеттік жәрдемақы алды деп хабарлайды akşamnews.kz. Жалпы төлем сомасы 404,3 миллиард теңгені құрады. Бұл туралы еңбек және де халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. Атап айтқандағы көп балалы отбасыларға 612 мың отбасы жалпы сомасы 352,2 миллиард теңге. Наградталған аналарға 243 мың адам жалпы сомасы 52,1 миллиард теңгені жәрдемақы алды. 2025 жылдың тамыз айында ғана бұл төлемдерден 846,8 мың отбасы қамтып 49,8 миллиард теңге көлеміндегі қаржы төленді. Жәрдемақы мөлшері қандай? Көп балалы отбасыларға табыс деңгейіне қарамастан төленеді. Бұл жәрдемақыны бірге тұратын 4 және де одан да көп баласы бар отбасылар ала алады. 2025 жылға төлем мөлшері былайша белгіленді: 4 балаға 63,030 теңге, 5 балаға 78,798 теңге, 6 балаға 94,565 теңге, 7 балаға 110,332 теңге, 8 және де одан да көп балаға әр балаға 15,728 теңге. Наградталған аналарға арналған жәрдемақы келесі түрде төленеді. Күміс алға егерлерге 25,165 теңге, алтын алға батыр ана атағыны бірінші, екінші дәрежелі ана даңқы ордерінің иегерлері 29,097 теңге. Айта кетейік, 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл жәрдемақылардың мөлшері 6,5%-ға артты. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.